Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 75-ші сабақ. Түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажыратып үйренесіңдер. Екінші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Ауылдың шеті, қарлы төбешікке балалар ойнауға шықты. Балалардың біреуі коньки теуіп, екіншісі шаңғымен, үшіншісі шанамен сырғанап ойнап жүр. Олар өте көңілді жүр. Балалар, мәнерлеп сырғанау спорты туралы білесіңдер ме? Мәнерлеп сырғанау спорт түрі. Мұнда спортшы конькимен сырғанап, музыка сазына сәйкес әсем қимыл жасайды. Балалар, 53-ші жаттығуда қарамен жазылған сөздердің түбірін тауып көрейік. Бойды – бой түбірі, деміңді – дем түбірі, қолыңды – қол түбірі, ауада – ауа түбірі. 54-ші жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жазыңдар. Қақпа жаққа, соқта шайба, қуан жайна, мұздан тайма, әділ ойна, соқ-соқ шайба. 55-ші жаттығуда түркөздердің ішіндегі әріптерден сөз құрастыр да, келесі түркөзге орналастырып көріңдер. Балалар, құрастырған сөздеріңізді салыстырып көріңдер. Сәйкес келе ме? Жарайсыңдар.